Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Орыстардың Еуразия арнасындағы мына салдақлар жиыны қашан жабылады? Министрліктегілер қайда қарап отыр дейді аңқау қазағым. Еуразия арнасы ресейлік болып табылады, алайда көрсетілетіннің бәрі өзіміздің мәдениет және ақпарат министрліктерімен мақұлданады. Сіз білмейтін шығарсыз, бірақ түрік, үнді, орыс, тағы басқасының сериалдары мен шоу-концерттерін көрсету үшін біздің үкімет жылына миллиардтар жұмсайды. Неге десеңіз, бірнеше мақсатта. Біріншісі, билік демденіп алған сұрқияларға адамның жұмысқа барып келгені, ішіп-жеп жаңағы сериал, шоу, концерттерді көріп, тынығып алып, күнделікті дәл сол режимнің қайталанғаны ғана керек. Яғни адамның бос уақыты жоқ болып, қоғам мен саяси мәселелерге араласпай, өз құқықтарын талап етпей, артық сұрақ қоймай жүргені керек. Мысалы, бізде көпшілік, мұнай өңдейтін зауыт құрыңдар, бензин арзандасын, немесе үлкен қалаларда жатақханалар салыңдар, балаларымыз пәтер іздеп, оның ақысын қайдан табам деп, оқуын тастап, жұмыс іздеп кетпесін деп, қоғам мен саяси мәселелерге араласып, өзі мен ұрпақтары үшін талаптар қойып жатыр ма? Жоқ. Демек, телевизия онсыз да құлдық санадан арылмаған халық санасын улау ісін жақсы атқаруда. Бұл біріншісі. Екінші мақсаты, үйлерінде онсыз да қанаттыға қақтырмадым, тұмсықтыға шықтырмадым, жараспай қалсаңдар сен әрдайым қолдаймыз, ұлым не қызым дейтін ата-аналарға телевизия қосылып, ажырасуда еш ұяттың, күнәнің, жауапкершіліктің жоқтығын көрсетіп, басқасына үйленіп ажыраса салуды оп-оңай етіп көрсетуде. Ұлттық құндылықты жоюға сонда отырған намыссыз, тексіз өзіміздің қазақта үлестерін қосуда. Сұм болған қалаулым енді қашан жабылады деп отқан шығарсыз. Жарнамадан миллиондар тауып отқан Еуразия арнасы немесе халықтың қоғам мен саяси мәселелерге кіріскенін қаламайтын үкімет өз еріктерімен жаппайды. Көпшілік бұдан арыда үнсіздік танытар болса, мінездер бір-біріне сай келе екен деп бірге қоныстандырады. Содан жыныстық қатынаста былай істейтін ұнамайды, дос болып қаламыз дейтін әңгімелер басталады. Ол салдаға актерлер мен актрисаларға әрине қалаулым жай шоу, танымалдық алаңы әрі табыс көзі. Ал санасы қалыптаспаған жанға өмірлік, яки осылай жасауға да болады екен деген түсінік қалыптастырады. Үйіңіздегі теледидарыңыздың көлеміне сай кітапханаңызда болуы тиіс. Әйтпесе екі аяқты торайға айналып кетуге болады. Әрбір сөзім есін табады. Белсенділік танытып, азаматтық борышымызды атқармасақ, тірі жүргеніміз бекер болмақ. Қазаққа шексіз сүйіспеншілікпен, Жанбол Шекербекұлы Рахматулла.